Ауыз ашардың 13-ші күніне ұн қуырдақ, мужской каприз салаты және каркаде сусыны. Қазанымызға сұйық майымызды құйып, етімізді салып, араластырып, пиязымызды, сәбізімізді салып, араластырамыз. Қуырып алған соң, тұз дәмдеуіштерін қосып, су құямыз. Суды көп құюдың қажеті жоқ. Сөйтіп қайнатамыз. Осы аралықта қамырын дайындаймыз. Су, жұмыртқа, тұз, ұнымызды илектен өткізіп, қамыр илейміз. Иленген қамырды июі қанғанша 15-20 минутқа қойып қоямыз. Біздің қамырымыз тұрды. Енді қамырды жаямыз. Жайылған қамырды 4 бөлікке бөліп, қызып тұрған табада қамырды шамалы құрғатып аламыз. Кептіріп аламыз, яғни. Содан соң осындай видеода көрсетілгендей бөліктерге турап шығамыз. Туралған қамырымызды бұқтырылған еттің үстіне салып, 15-20 минут бұқтырамыз. Салат дайындаймыз. Барлығын үккіштен майдалап турап алдым. Картоп, майонез, ет, соленый огурцы, жұмыртқа, майонез, ең бетіне үккіштен сырды өткіземіз. Біздің тағамымыз дайын болды. Араластырып, ыдысымызға саламыз. Оразаның 13-ші күніне арналған ас мәзіріміз дайын болды. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын.